Барлықтарыңызға сәлем. Бізде тағы да жаңа видео, жаңа рубрика, өте қызықты болады. Қысқаша түсіндіре кетейін. В общем, біз бір-бірімізге өзімізге қатысты сұрақтарды қоямыз. Егер де дұрыс жауап бермесек, ол сұрақтар с подвохом да, дұрыс жауап бермесек, онда бір-бірімізге наказание береміз. Наказание ол бізде 8 түрлі тамақ дайындап қойдық. 4-еуі өте жиіркенішті тағам, и 4-еуі тәтті тағам. То есть 50/50 болады. Қайсы түседі, солай болады. То есть наказание орнына может быть и наказание, то есть жиіркенішті тамақты жеуге придется, может быть и тәтті тамақ түседі. В общем, көңілді болу үшін солай істеп қойдық. Әр кесе, жан мен әлі көрсеткен жоқпын ғой каждый. Иә, мына номерлармен істеп қойғанбыз. Я рандомно бір приложение арқылы рандомно таңдаймыз. То есть қай сан түседі, сол санды, сол жеңілген адам жеу керек. Міне бір-бірден көрсетейін. Мынау тәтті, бұл жерде кириешки, орех, мармелад тәтті нәрселер бар. Оның жанында мынау кәдімгі шайдың самасы, винегрет салат и шикі тесто. Мына жерде тәтті нәрсе, ол огурцы свежий. Мына жерде тәтті нәрсе, хлопья в молоке, сүт қосылған хлопья, тәтті нәрсе. Мынау енді самый, мне кажется, ужасно. Оливковый май, варенье и соленые огурцы и сыр. Я 5-ші номер. Осының жеу керек. Жегіземіз қазір бірімізге. Мынау печенье. Сосын, так, мынау кофе, кукуруза, стручковый фасоль араласқан. И бал еще. В общем, сондай ядреная смесь. Жиіркенішті смесь максимально. Даже приправа, огурцы, курага и томат. В принципе, жеуге болады бұны негізіне. Так что жеуіміз керек. Болды, я осының барын көрсеттім. Все. Ал саған сұрақ. Мен шашымды қара түске неше жасымда боядым? Ал сен жауап бере алмайсың, кезінен біреу жейсің. Сен айттың оны е маған? Иә. Вообще мен шашымды қараға бояған білесің ғой? Mesela фотоларды көрсеттім ғой. 14. 14? Жоқ, қате. 13. Жоқ, қате. Давай, менде 3 вариант қана болсын, иә? Жоқ, сен точно айт. 14 или 13? Мен қазір айтып тастайын бүкіл варианттар. 14 жасымда бояды деп ойлайсың ба сонда? 16. Сен бірінші 14 деп айтып қойдың. Жоқ, жарайды, 16 дұрыс, 16. Менің папамның аты кім? Жан қуасың ба, Бекен? Ой, молодец, біледі екенсің. Мен бала кезімде... Сен білесің ба жауапты? Білем, конечно. Бала кезімде өскенде кім болғым келді? Бала кезімде кім болғым келді? Мұғалім? Ей, мұғалім болғым келді деп айттың ғой сен? Жоқ. Прям бала кезімде. Мен саған айтқам. Яна, сен айту керексің ба? Айтқам. Айтайын ба дұрыс жауапты? Дұрыс айтып. Давай, нені айналдырайықшы өз тезек. Сен мұғалім болам дедің ғой сен? Қойшын, мұғалім болам жоқ. Мен даже кішкене ойланайын да, Диана. Әдей сондай қиын сұрақ таңдадым, чтобы сен жеңіп қалдың, понимаешь? Бала кезінде дейсің ба? Неше жасында ол кезде? 5-6 жасымда. 5-6 жасында ма? Ең бірінші, иә. 5-6 жасында сен мен ол кезде неше? Даже 3-ші класста. Мен 10-да болдым. 7-8-де даже. Иә. Сен 7-де болдың, иә? Иә. 7-дегі бала не болғысы келеді? Стюардесса? Жоқ. Вообще дұрыс емес. Енді айт жарайды. Все, айтам, иә? Все, сен жеңілдің ғой? Все. Бала кезінде мен президент болғым келген. Президент? Иә, мен президент болам деп айтқам ата әжеме бүкіліне. Президент болғым, иә. Вот я сумасшедшая, но бала кезде сөйтіп айтатын. Қыз еще маған сен жоқ, бола алмайсың деп айтқан жоқ. Бола аласың, может, в будущем егер қыз президент болса, значит, сен боласың деді маған, и все. Все, давай барабан крутим теперь. Барабан ба? Иә. Условия до конца жеу керек. Не шықса да жеуің керек. Мен саған берем сол нәрсені, сен жейсің соны үлкен қасықпен. Крутитқа басам. 1, 2, 3 кеттік ал. Ты сам шығады екен, маған интересно. Давай. Ойбай. Вау. Бір көрсетесің? Шай. Ана жерде шығып тұрады ғой. Шай, виноград, тестоны жеу керек. Шай, виноград, тесто. Достар, шай. Міне. Неге мынау шықты? Мен қазір. Достар, мен берем саған өзім. Сен бересің ба? Потому что сен қазір оңай жерін алу мүмкінсің. Виноград не? Тестаны бөлің кішкене. Ғана бересінші маған. Шай. Натуре ма, Диана? Шай неге көп сағалсын? Ішім бәрі қазір заварка болып кетеді ғой. Ақман болып кетеді ғой ішім бәрі. Диана. Тестанды алайын ба? Әкемес. Стоп, давай. Просто давай. Камераға былай көрсетейінші, камераға. Міне, осыны жеңдеп жатырмын мен. Давай, аспасын.
жей аласың ба? Серьезно? Байқашы ішіне жабысып қалмасын. Негізі ештеңе болмайтын шығар, тесто жесең. Қалай, дәмі? Блин, маған түспесе екен. Чефир. Да? Нормально ма? Чеку бола ма? Чефир сияқты. Байқа. Все? Фу, моя салфетка влажная. Короче, жей алмады. Негізі мына жерде бәрін жеуге болады. По идее, ничего страшного. Ой, ай. Осындай өмірге де жеттік па? Ужас па? Дәмі? Дәмі бар ғой, вообще. Отвратительно, да? Ешқашан ой ойланып мынаны жейін деп. Тестаны сезіп қалдың ба? Тесто бар. Винегрет бар, шай бар. Непонятно, ешқашан да бұндай жемеген адаммын ғой. Менің атамның аты кім? Жан, сенің сұрақтар не в тему қойшы, не интересно, мен қайдан білейін? Жан, сенің басқа сұрақтар ма? Бұдан басқа сұрақ қойын ба? Қойшы басқасын. Не в тему уже. Атам кім, мысығым. Күшігінің папасы кім, туған. Оның аяқ киім тігіп берген адамның аты кім деп па? Менің ең сүйікті иісім. Қандай, духидан ба или любой? Любой, менің сүйікті иісім. Ең жақсы көретін иісім қандай? Жамбырдан кейін киісім. Жамбыр несі? Давай, жоқ. Короче, менің ең жақсы көретін иісім ол тамақтың иісі. Все. Гениально просто. Оймада келмепті. Я так многого тебя не знаю о тебе. Ой, давай, айналдырам. Надеюсь, мне повезет. Так, если не повезет, значит мне. Ал, жаным, бас ал. Қандай вариант? Жейсің. Неме мынау Кирешки. Ей, кетті бар, сен кирешки ғана жейсің ба не? Мына жерде мына кирешки тәтті таңдап жейсің. Жақсы ғой, рахмет. Кирешки емес, мына тәттіні таңдайын. Восточный сладости десей, короче. Классно. Орех. Так, онда мен пауза қойып қояйын. Менің любимый авторым кім? Кітап жазатын автор. Любимый автор? Иә. Любимый авторым ба? Гарри Поттер ғой? Жоқ. Қай жағынан, саморазвитие жағынан ба? Общий, самый любимый. Менде көп кітаптар, любимый кітап жазатын авторлар өте көп. Наталья Правдина? Жан, ты чё? Нет. Мирза Карим Нұрбеков? Жоқ. Орыстар ба, қазақтар ма? Орыстар емес, американец. Джон Кеха ма? Наполеон Хилл? Білмеймін. Білмейсің ба? Сидни Шелдон. Ойбай, ол кім? Сидни Шелдон. Айналдырамыз ал. Кеттік, үшінші вариантына. Кофе и сүт. Ну, именно бесінші. Варенье. 6. Давай. Блин, повезло. Варенье, май, сыр, соленые огурцы. Без, прикинь, кішкене ғана қалды. Слушай, мен варенье, сүт. Без, короче. Варенье, сүт. Жоқ, варенье. Міне. Без. Май, варенье, короче. Сыр. Смейся опять тебе. Май азный, что. Күшті жеп алдың ғой прям? Қалай? Болады жеуге? Өсе майды күнде түмені жеп жүрген ал. Варенье мен майдың дәмі қызық қой. Бірге жеген шағылтысы бар, кісәлемін. Жаман ба? Бір қашық болсын, я? Тут... Жан, кеть! Короче... Отомстила мужу, называется. Вообще, вкусовые рецепторларым в шоке вообще. Да? Что ты делаешь, ты в этом маған? Жаман он настолько. Жоқ, жақсы. Ал, енді сен қоясың. Мен қандай колледждерде оқыдым? Ойбай, сен неше түрлі. Жоқ, мен... Айтам ба, бәрін дейм ба? Мен өз 2 колледжде ғана оқығам. Қандай колледждерде оқыдым? Біріншісі горный и финансовый. Ойбай, мен тұстыр, мен 3 колледжде оқыдым. Горный, біріншісі, екінші финансовый колледж. Иә, үшінші. Үшінші, автомобильный. Иә, фазанка. Иә, фазанка. Дұрыс. Молодец. Біздің тойымыз қашан? Датасы. Достар, жазда 2017-те
Сентябрьдің 25-і ғой деймін, кажется. Неден қарауға болмай ма, календардан? Болма окончательно? Достар, календардан бола ма қарауға? Жоқ, болмайды. Жазда үйлендік, иә? Сентябрьда үйлендік. Как раз сезон бітіп атқан паркта жұмыс істеп жүргенде. В общем, сентябрьда ғой? Болды ма? Қай ай депсің ба? Вообще дата, ай и жыл. 2017 сентябрь 25-і ғой деймін. Жоқ. 25-і. Все, жауап қабылданды. Иә. И это был неправильный ответ. Кети. Иә, 25 август. Кетші. Жыл август. Қайдағы сентябрь? Август, ты чё? Не помнишь? Вот это позор. Ал, давай айналдырамыз. Сен басасың ба, мен басайын ба? Сен бас. Мен тәтті бір нәрсе түсінемін, не сен. Уже 2 рет құсып алдым мен. Хотя сен до конца жеу керексің соны. Тамақ. Сонда не істесің де. Екеуі де жаман болып тұр ғой. Қайта винегрет кетсін деп отырмын, или 8-де қаламыз. 18. Томат, приправа, курага, огурцы. Томат, приправа. 8 номер. Короче, тебе конкретно не везет. Томат, да, приправа, курага и огурцы свежие. Ну, нормальный смесь. Томат, курага. Анау магийді алдың ба? Алдым, кішкенесін ғана алдым. Көбісін алған жоқ. Анау сухой магий ғой, 4 бұрыш. Иә, приправа. Асмр. Жаман ба? Блин, не знаю, какая будет. Точно, жантағы до конца шешеш. Жан ештеңе болмайды, полезный заттар. Огурцы, приправа, курага. Никакого опасного. Тағы кетті. Тағы жүрек айнып отыр. Мына сұрақты қиын болады, бірақ сен білесің ол сұрақтың жауабын. Менің кумирім кім? Кумирім? Иә. Қазіргі кумирім ба, или бұрыннан бері ма? Қазіргі кумирім. Білем, қазір айтам. Джейкоб Эллерди. Иә, молодец. Менің любимый ағылшын тілінде айтатын любимый әншім кім? Ағылшын тілінде айтатын? Кім ғой анау? Эминем. Иә, дұрыс. Ал енді біздің өзіміздің личный сұрақтарымыз бітті. Енді біз логический подвохы бар сұрақтар қоямыз бір-бірімізге. Мен бастайын. Еще тұстыр. Жаңағы дәмі көрілген, желінген заттарды 4 зат алып тастадық, сонда бізде 4 зат қалды. Бүйтіп көрсетесің, көтер. 1, 2, 3, 4 зат. Оның ішінде 3-еуі тәтті, біреу ғана жиіркенішті, потому что ол желінген жоқ. И солай қалсын деп шештік. Күйеуімнің жүрегі слишком айнып кетті. Пусть жақсы заттардың вероятности жоғары болсын. Так, онда сен баста. Так, мен бірінші сұрақ қойын саған, иә? Бір өсімдік бар, енді орысша айтқанда растение дейді. Ол растение барлығын таниды, барлығын біледі. Бұл айтқанда всех знает дейді қой. Ол қандай растение? Қандай өсімдік? Бәрін таниды, бәрін біледі. Бәрін білетін өсімдік. Укроп? Жоқ, ол бәрін біледі. Кім, адам ба, зат ба, бәрін біледі. Кім ол, қандай өсімдік? Подвохпен если что сұрақ. Растение, да? Растительность имеется в виду, қолда жүндер? Жоқ, растение деген жаңа укроп деген сияқты сондай. Не ғой, в общем, растение. Жаңағыда огурцы деген сияқты. Үйдегі домашний растение. Жоқ. Давай мен саған кішкене уақыт берем. Жоқ. Короче, растение, которое всех и все знает. Все, ладно, білмейсің, короче, барабанды айналдырамыз қазір. Хрен. Жанымдай. Диана, хрен деген растение. Сөз бар ғой, хрен его знает дейді қой. Хрен его знает. Білмегенде хрен его знает дейді. Все, енді все, барабанды айтамыз. Это уже взрослый контент. Мен де сұрақ кішкене. Ойбай, несі взрослый? Хрен деген өсімдік қой. Керемет бір взрослый контент түсіріп отырмын деп ойлайсың ба еле? Кеттік ал. Алып тастадың ғой, иә? Жеті неге тұр? Дұрыс па? Свежие огурцы. Достар, 6. Лепесік, Өмірің бал десе, короче. Қантсыз бірақ. Все, жетеді бір қасық. Менің любимый логический сұрағым. Жұмыста бірінші прикол ұстап, осы сұрақты қойғам, кішкене взрослый контент, так может показаться, на самом деле олай емес. Короче, мен сені бір рет айналған кезде, сен жалғыз трусыйда қаласың. Қалай? Білесің ба?
қалай ол? Мен сені қарамын, сен тұрсың ғой, иә? Мен сені келемді бір рет бүйтіп айналам. Сөйтіп бір рет айналып өткенде сен бірақ тұрсың, мен тұрасың. Жалғыз тұрсың. Түсінікті ғой оны. Бірақ тұрсың ғой мен дейтін. Қайдан бір қойдың? Енді логически өзім представлять тағам. Екі тұрсың болмайды шығар енді. Дұрыс, не істейді екен? Негізі орысша былай ғой. Я тебя, и ты останешься в одних трусах деген. Қанша, міне қара, 12 ай ғой, 12 айдың қаншасында 28 күннен болады? Мен бұл сұрақтың жауабын білемін, бүкіл айда. Жана, сен оны оқып алдың ба немен? Білемін ол сұрақты. Жарайды. Февраль деп айтқым келді ма? Короче, барлық адамда бар зат, барлық адамда бар нәрсе, барлық адамға жабысқан нәрсе, короче. Ол жабысқала туғаннан бері. Не нәрсе ол? Шаш. Ол подвох па? Жабысқала. Кожасы шығар енді, адам туғанда кожасымен жабысып шығады ғой. Ол әр адамда бар өзі. Жеке-жеке. Орган ба? Жоқ. Сенде ол зат бар ма? Жабысып. Кекіріп отырсың. Ладно, кетсеміз. Бәрінде бар ол зат. Менде бар, сенде бар, әр адамға жабысқан. Әр адамда бар. Ну, не в прямом смысле жабысқан. Енді мұрын, көз, құлақ адамдарға жабысып жатыр шығар енді. Ойдан құрай салдым. Бұл ақыл десейші, короче. Ақыл ма? Ми. Физический ма или немен? Духовный ма? Переносный. Жоқ, ол адамның аты. Жабысып шыға ма? Иә. Өмір бойы жабысып. Жабысып, мен айтып тұрмын ғой, прям жабысып. Айтып тұрмын, адам туғаннан бері өзінің аты болды. Қойған сен. Туғаннан бері пайда болады дедің ғой. Енді туғаннан бері болады дедің ғой енді. Жарайды енді, барабан. Ойбай, кукуруза. Ой, наконец-то, а то мына кофені жеуші едім. Свежий огурцы, смело. Все, молодец. Осының ойымыз бітті ма? Иә, вот маған повезло, мен бірде жеген жоқпын. Ал барлықтарыңызға рахмет, осы видеоны көргендеріңізге рахмет. Сіздерге ұнады деген ойдамыз. Егер де осы каналда бірінші рет болсаңыз, міндетті түрде тіркеліңіз, міндетті түрде осы видеоға лайк басыңыз, ұнамаса дизлайк басыңыз. Және де достарыңызбен бөлісіңіздер. Қай жерлер ұнады, комментарийға жаза кетіңіздер. Қай жер күлкілі болды, минутмен бүкіл комментарийлерді оқимыз, даже жауап береміз, лайк басамыз сіздерге. Все, видеоны көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңдар, балалар.